Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте керемет балдарды үлкендерде сүйсініп жейтін, өте дәмді үй жағдайындағы сүзбелі ірімшіктер, яғни творожный сирке әзірлейтін боламыз. Сырықтар өте керемет, өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен творогымызды алып, үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз, оның үстінен сахарный пудрамызды салып, үстінен ванильный сахар қосамыз. Барлығын блендермен бір келкі масса болғанша езіп алатын боламыз. Осылай бір келкі етіп езіп алғаннан кейін, мен осындай кондитерский мешок қолданып, сонымен форма жасадым. Егер сізде силиконовый арнайы формасы болса, соған жасасаңыз болады. Немесе кекске арналған арнайы формочкаларды қолдануға болады, фольганы қолдануға болады. Әртүрлі тәсілдері бар, интернеттен қарап көрсеңіз болады. Достар, менің каналымда осындай күннің ыстығыңызды басатын 2 минутта дайындалатын 2 түрлі коктейльдің рецептісі бар. Каналға өтіп көрсеңіздер болады. Барлығын осылай форма жасап алғаннан кейін мұздатқышқа, морозильникке 4-5 сағатқа қатыруға қойып қоямыз. Сыркеларымыздың сыртынан жағатын шоколадты глазурымызды әзірлейміз. Ең алдымен шоколадымызды осылай бөліп, су буында немесе микроволновкада ерітіп, үстінен өсімдік майын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай кедір-бүдірі бар пышақ алып, міндетті түрде осындай пышақ болсын, бір тегіс пышақ, ол сыркеларыңыздан сырғанап түсіп қала беретін болады. Осылай пышақтың көмегімен батырып, шаңғышының көмегімен ақырын ғана пышақтан түсіріп отырып, осылай жасап шығамыз. Міндетті түрде сыркеларыңызды мұздатқыштан 2-3 штуктан ғана шығарып отырып жасаңыздар, себебі өте тез еріп кетуі мүмкін. Және де шоколадыңыз барлық сыркеға жету үшін шоколадтың сұйықтығына мән беріп отырыңыз, қатып қоюланып қалмасын. Шоколадты глазурыңыз қоюланып қалса, шоколадыңыз қалың болып жағылатын болады, және де барлық сыркеға жетпей қалады. Сол себепті арасында сұйықтығына мән беріп, қоюланып бара жатса, ерітіп отырыңыздар. Осылай барлығын шоколадпен жағып алғаннан кейін морозильникке тағы да 1-2 сағатқа қойып аламыз. Егер де сыркеларыңызды бірден жемейтін болсаңыздар, онда морозильникте сақтауға болады. Немесе холодильниктің өзінде 4-5 күнге дейін сақтауға болады. Сыркелар құртылмай өте дәмді болып тұрады. Үй жағдайында өте дәмді, қоспасына не қосылған өзіңіз білетін керемет сыркелардың дәмі, дүкеннен сатып алатын сыркелардың дәмінен де керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видео ұнаса, каналға тіркеліп, подписация батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Баршаңызға рахмет, сіздермен болған Арайлым.